Қалай дәмді әрі ағзаға пайдалы сілікпе тоңба жасауды білесіз бе? Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін қазағымның дәстүрлі тағамы сілікпе тоңба, не болмаса холодец жасайтын боламыз. Мен соғымға сойылған үйтілген сиырдың жақ сүйектері мен сирақтарын алдым. Сирақтарды жақсылап жуып, суық су құйып, көбігін алып 4-5 сағат қайнатамыз. Дайын болған сирақтарды суытып, құйқаны сүйектен ажыратып, жеуге жарамсыз жерлерін кесіп алып тастаймыз. Мінекей достар, сол жақтағы таба жеуге жарамсыз, ал оң жақтағы таба таза ет пен құйқа тартуға дайын. Достар, менің YouTube каналымда көптеген пайдалы рецепттер бар. Кіріп көріңіздер. Осылай барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Жалпы холодецті сілікпе тоңба деп айтасыз ба? Сол туралы өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Дайын болған фаршымызға қара бұрыш және де сарымсақ саламыз. Сіз білесіз бе, осы тағамның құрамында В тобының витаминдері, кобальт, калий, магний, натрий, фосфор, темір элементтері бар. Буын ауруларына, тірек қимыл аппаратына жақсы әсер етеді. Сонымен қатар гемоглобинді, иммунитетті көтереді, көздің көру қабілетін нығайтады. Видеода көріп отырғандай, тартылған фаршымызды ыстық сорпаға салып, тұз және лавр жапырағын саламыз. Қоюлығын тексереміз. Холодецтің қоюлығы орташа болған жөн. Дайын болған массамызды жайпақ ыдыстарға құйып, суытамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Дәмді, тойымды, ағзаға пайдалы тағамымыз дайын. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіз де жасап көріңіз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сау саламат болыңыздар.